Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен красный бархат тортының ең тез дайындалатын түрімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді әрі оңай тез дайындалатын рецептісін қабыл алыңыздар. Бізге жұмыртқа, айран, сұйық май, қопсытқыш, ұн, қант қажет болады. Рецептте берілген барлық ингредиенттерді ыдысқа саламыз. Қызыл түсті гелевый бояғышымызды да қосамыз. Және миксердің көмегімен барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Массамызды теңдей 3 бөлікке бөліп, 24 диаметрлік формамызға саламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Барлық корждарды пісіріп алдым, енді суытамыз. Креміне творожный сыр, қант ұнтағы және клейгей қажет болады. Творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, 1-2 минут араластырып аламыз. Салқын клейгейімізді қосып, төменгі жылдамдықтан бастап, ақырын жылдамдықты қосып отырып, қою крем болғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Суыған коржымыздың шапочкаларын пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Креміміздің біраз бөлігін мешочыққа салып алдым. Фубипай насадкасының көмегімен осылай жан-жағына шариктар жасап шығамыз. Ортасына кремді салып, 2 қасықтай кетеді. Салып жағып шығамыз. Келесі коржымызды салып, тура осылай қайталаймыз. Соңғы коржымыздың астын үстіне қаратып жабамыз. Кремді бірінші ортасына жағып аламыз тегістеп, сосын жан-жағына шариктар жағып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген нәрсемен әшекейлеуге болады тортымызды. Мен посыпка сеуіп жатырмын. Және мынау корждардың ұнтақтары. Дайын болған тортымызды міндетті түрде 2-3 сағат кемінде тоңазытқышқа қоямыз. 2 сағат уақыт өтті. Енді тортымызды кесіп көрейік. Осындай әдемі болып шығады, және дәмі де өте ерекше, әрі тез дайындалады. Жасап көріңіздер, және пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.